Қайырлы күн, құрметті оқырманым. Балабақшада музыка жетекшісінің күні қалай өтеді? Соны сіздермен қысқаша бөлісе отырайын. Әдеттегідей, жұмысымыз таңғы тазалық жұмыстарымен басталады. Бүлдіршіндерге ыңғайлы орта жасаймыз. Сонымен қатар бүлдіршіндерді қуана қарсы аламыз. Бұл Айгөлек тобының бүлдіршіндері. Бүлдіршіндер, бүгін мен сендерге торғай әнін үйретем. Торғай, кіп-кішкентай торғай туралы ән үйренеміз. Содан кейін әнді жаттап болғаннан кейін осы торғайлармен ысқырып ән айтамыз. Міне. Көрдік қой, иә? Бұл ән салатын торғайлар екен, балалар. Бұның ішіне су құйсаң, әдемі әуен шығарады бұл торғай. Кіп-кішкентай торғай. Ән салады бұлай. Ал балалар келіңдер. Қызықты көріңдер. Қонып отыр міне. Ала қаға торғай. Бәрекет. Кіп-кішкентай торғай. Бүлдіршіндеріме торғай әнін үйретіп болғаннан кейін, әрі сергіту сәтті болсын, әрі ұлттық ойындарды ұл балаларымыз біле жүрсін деп, қол күрес ұлттық ойын ойнаттым. Бүлдіршіндерімнің бірі жеңіп, бірі жеңіліп жатты. Бірақ сонда да жарайсыңдар, нағыз білекті, жүректі, мықты азамат болыңдар дедім. Сонымен қатар қыздарымызбен бірге жүн сабау биін биледік. Осылайша Айгөлек тобына арналған ұйымдастырылған іс-әрекет аяқталды. Мен Қыран тобына арналған ұйымдастырылған іс-әрекетке дайындалайын.